Құрметті ата-аналар, биылдан бастап бірінші сыныпқа құжат тапсыру мерзімі жалпы сапалы, тиімді ұйымдастыру мақсатында бірінші сыныпқа құжат тапсыру мерзімі қайта қарастырылғандығын сіздерге хабарлағым келеді. Оның ішінде бұған дейін бірінші сыныпқа құжат тапсыру 1 сәуірден басталатын. Дәл осы кезеңде мектебімізде сабақ процесі жүріп жатады, соған байланысты кейде мектеп басшылығы да, мектептегі мұғалімдер де, IT саласының мамандары да өздері оқу процесімен қарбаласып жатқан кезде кейде осы 1 сыныпқа құжат қабылдауды тиімді ұйымдастыру мүмкін болмай қалған кезеңдерді жақсы білеміз. Сондықтан осындай келеңсіз жайттарға жол бермес үшін биыл біз 1 сыныпқа құжат қабылдауды қайта қарастырдық. Яғни мерзімін өзгерттік. Енді 1 сыныпқа құжат қабылдау 27 мамыр сәрсенбіден басталады және 31 тамызға дейін жүргізілетін болады. Барша 1 сыныпқа оқушылары құжатын тапсыратын ата-аналар үшін бұл өте қолайлы деп санаймыз. Қазірдің өзінде база бірнеше мәрте тесттен өтіп жатыр. Ол жерде біз кәдімгідей графигін, оны өткізудің ата-аналарымыз үшін қолайлы болатын барлық жағдайын жасадық. Оны қосымша тағы да таныстыратын боламыз. Биыл мектептің табалдырығын аттайтын бүлдіршіндерге және барлық ата-аналарға сәттілік тілеймін.